Баршаңызға қайырлы күн. Қысқа сақтауды көрсететін боламын. Лайфхактармен бөлсемін. Мені жоғалтпау үшін подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Біріншілерден болып көру үшін. Огородымдағы болгарский, қызылша, помидорды жуып, тазалап, мясорубкіден өткізіп алдым. Помидор мен болгарскийімді араластырып, үйде қандай формалар бар, солардың ішіне салдым. Формаға саламыз, біркелкі қылып. Чесногымызды формадағыларға бірме-бір қойып шығамыз. Укромызды да чесноктың қасына салып шығамыз. Қыста да помидор бар ғой, не қыласыңдар жауып дейтіндерге, жаздағыдай дәмді болмайды помидорымыз. Үйде осындай форма бар екен, оған да салып шықтым. Морозильнигімізге жібереміз. 3 сағатта, 2 сағатта уже қатып қалады. Сонымен пакеттерімізге саламыз. Салафанды да қолдансаңыздар болады. Осындай пакеттер кондитерский магазиндерде сатылады. Морозильнигімізге салып сақтаймыз. Бір тамаққа, 2 тамаққа салынға жетеді. Укроп пен көкпиязымызды жуып тазалап қойдым. Болгарскийлерімізді жуып тазалап қойдым. Көкпиязымыз бен укропымызға су толтырып, сода салып 2-3 сағатқа қойып қоямыз, микробтар өлу үшін. Оға дейін болгарскиімізді 4 бұрыштап тураймыз. Майда 4 бұрыштап турағын өзіме удобны. Сіздерді қалауларыңызға қарап турасаңыздар болады. Болгарскиімізді ыдысымызға саламыз. Кондитерский мешокқа салатын боламыз. Жеке өзім болгарскийді қатты жақсы көрем. Тамақтар пісейін деп жатқан кезде осындай болгарскийді азғантай салып жүрсеңіз, енді дәмі ерекше болады. Отбасымызбен ұнайды. Пакеттерімізге саламыз. Қарсы бекітіне де пакетімді кигіздім, бір пакетті. Сонда ашылмайды. Морозильнигімізге сақтайтын боламыз. Қысқа шай демдеуді көрсететін боламын. Лимон мен имбирімізді жуып алып, имбирімізді тураймыз. Лимонымызды тураймыз, дәндерін алып тастайтын боламыз. Барлық дәндерін алып тастаймыз, керек емес. Турап болған имбирімізді, лимонымызды ыдысымызға саламыз, су құямыз, сол көлеміндегідей блендерімізбен езіп аламыз. Жақсылап езіп алатын боламыз. Жақсылап езіп болғаннан кейін формаларымызға қасықтың көмегімен салып аламыз. Заварка сияқты салып, үстіне қайнаған су құйсаңыздар, шай қылып ішсеңіздер, енді өкпеге, жөтелгенге жақсы. Содаға салып қойған укропымыз бен көкпияздың суын қараңыздаршы. Көзге көрінбейтін қанша микробтар. 3-4 қайтара жуып алып, укропымыздан бастап турайтын боламыз. Бас жағын алып тастап, керемеш жерін. Сонымен майдалап турайтын боламыз. Осындай кішкентай мешоктарымызға укропымызды салып алатын боламыз. Сорпа, қою тамақтарға 2-3 минут қалған кезде салып қойсаңыздар, әдемі болады, керемет дәмі келтіреді. Морозильниктерімізге салып тастаймыз өсіп тұрған жерінен. Көкпиязымызды алып, турап, біркелкі қылып турап болғаннан кейін мешоктарымызға бәңгілі укроп сияқты салып тастайтын боламыз. Қарсы бетінде де салып тастаңыздар, аузы ашылып кетпес үшін. Ақпараттарым пайдалы болса, менің парақшамды жоғалтпау үшін подписка бөліміне басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ас болсын. Комментарийге өз пікірлеріңізді қоса жазыңыздар. Рахмет.